Жетім қыздың ажалы. Шырылдаған бала даусынан селк ете қалған олар өздері секілді тағы бір күнәсіздің жетім қалғанын сезді. Сәбиді түннің бір уағында тауып алған тәрбиеші дереу төсекке жатқызып жұбата бастады. Әбден жылай-жылай көзінен жасы сарқылған баланың демі бітіп, әрең тыныс алады. Көздері жәудіреген бір топ баланың естісі аузындағы емізікті жұлып алып, апайына ұстатты. Жанашырлықпен қараған оның ересек адамдай әрекеті бір жағынан тәрбиешіні таң қалдырды. Таң атысымен қатарларына түнде қосылған сәбиге балалар жамырасқан күйі есімін қойды. Кезек-кезек көтерген олардың барлығы сәбиді бірдей бауырға тартты. Су мен отқа бірге түсетін жетімдер үйінің тәрбиеленушілері бір-біріне қолғабыс етіп, сырт көзден қорғап жүреді. Өздерінің заңдылықтарын бұзбас үшін жаңа келген баланы қатаң тәртіпке үйретеді. Қолға түскенді өзара теңдей бөліп үлестіреді. Жылдар өткен сайын ата-ана мейірімі, отбасы бақыты дегенді мүлдем білмей өскен олардың қаталдыққа табиғаты тартып кеткендей. Әлгінде көше бойынан табылып, тағдыр дәптері тауқымет таңбаларымен өрнектелген нәресте қыз бала болатын. Өзі секілді мұнда талай баланың қанаты қатайды. Өз алдына үй болып, түзу жолға түскені де жетерлік. Бірде кішкентай қыз тәрбиеленуші тосыннан сауал қойды. Бұл оның 7 жастан асқан кезі еді. Апай, сіз ана бақты дегенді қалай түсінесіз? Алғаш мені тауып алғанда қандай күйде болдыңыз? Көкейімді талай сұрақ мазалайды. Соның бірі сол күні анамның жүзін көре алдыңыз ба деп сұрайды. Алтыным, сені тапқан күн әл көз алдымда. Қаңтардың бел ортасынан ауған шақ. Қар үстінде 2 сағаттан аса жатыпсың. Кейден мұздап, сіресуге айналған. Мезетінде құшағыма қыстым да, жетімдер үйіне тұра жүгірдім дейді. Пеш түбіне жайғасып, сені жылыту үшін барымды салдым. Кенет шар ете қалып жылағаның есімде. Сонда болашағы зор бір жазықсыз жанның тірі қалғанына шын қуанғаным еді. Ал ана бақты ол ерекше сезім. Қанша сендерді құшақтап, жақсы көргеніммен өз аналарыңдар бола алмайсымды сезінемін. Талай омырауым иіп, қамқорлық танытқаныммен сендер шынайы кейіптегі аналарыңды іздеп, терезеге телмірумен боласыңдар. Мен болсам, үйге барып сәбиімді құшқан сәтте, сағынышым, мауқымның басылған ұғамын. Бақытты екенімді білемін. Ботам, жатып ұйықтай ғой. Бәлкім мен көрмеген анаң түсіңе кіріп қалар. Осылайша қаумалаған топ баланың ішінде бойжеткен қатар өмір сүрді. Қиындықты бірге көрді. Адамды ортасы тәрбиелейді дегенге көзін жеткізді. Ата-анасыз қарекет етудің азапты сәтін бастан өткізді. Бір жағынан күрмеуі шешілмейтін тағдырдың кермек дәмін татуға дағдыланды. Жанына қатты бататыны жастайынан қисық жолдың сүрлеуіне түскені. Қанша дегенмен төзуге тұрарлық, сабырлық бергенімен жаза басу еркіңнен тыс болады екен. Бала күнінде сүйкімді болатын, келбеті келіскен, ажары ай жүзінде құлпырған сұлу еді. Сол кіршіксіз бейнеге дақ түсетінін жарым көңіл қайдан білсін. Бой жетіп қалғанда өзге әлемнің арбауы жазықсыз жанды апанына түсірді. Сауық сайранға масайранған қыз ғұмыр тағдырдың лайсаңына былғанды. Ешкімнің сөзіне құлақты аспады. Түзу жолды көруді мақсат тұтпады. Тек жеңіл жүріске түскен серіктесіне сенді. Болашағына балта шабылды. Қаңтардың қақаған аязынан аман құтқарған ана жүрегі қақ жарылып үміті ақталмады. Шындығында қанша тәрбиелесе де өз анасындай болмайтыны ақиқат екен. Үміт те үзілді, сенімге де селкеу түсті. Аурухана төсегіне таңылған 4 ай ол үшін 40 жылға татыды. Баз баяғы құрбы құрдастары іздеп те келмеді. Жалғыздыққа бой үйреткен оны 4 қабырға ішінде сан түрлі ойдың шырмауы тұсаулап тастағандай. Өзін демеп қолдау көрсеткен ешкім қалмады. Қатарластарының жасаған ісі оған дұрыс болып есептелді. 120-ға жуық күннің батуы қайғы қамытып киген ол үшін ауыртпалық еді. Палата есігі бөтен адам үшін жабық. Тек медбике ғана арасында бақылап кетеді.
Бұрынғы достарын сағынған ол толассыз естелікті санасынан ғана оқиды. Көзіне жас толып, тамшылар жерге үзіліп түскенімен өткен күндерге оралмақ емес. Алып қашпа әңгімелерден құлақ сарсиды. Төсектен қозғала алмай амалы таусылғалы қашан. Бойынан дәрмен кеткен, жеңіл жүрістің ақыры көтере алмас ауыр болатындығын шынайы тұрғыдан сезінгендей. Мұндай қасіретті жауына тілемеген қыздың қайғысы тек өзіне аян еді. Құрғырдың арманы орындалмай, ғайыптан жапа шеккені өкінішті. Күнделікті өмірде мен толық отбасында дүниеге келсем, ана мейіріміне қанықсам, әкеден тәлім алсам, осы күйге түспес едім деген ой мазалайды. Білем, тас түскен жеріне ауыр, мені ешкім аямайды, өкінгеннен пайда жоқ. Аты жаман дерттің бұрауына түскеніме өзім кінәлімін. Аз ғана ғұмырымда барлығы керемет болып тұрмайды екен. Сырғыған уақыт шеңберінде өзіме қиянат жасаудан басқа еш нәрсе қылған емеспін. Қар үстінен тауып алған тәрбиешімнің үмітін жерге таптадым-ау. Оның самайындағы әрбір шашына бізге жаны ашимын деп жүріп ақ қырау түскен еді. О балақ, еш қозғалыссыз күйімді қарашы. Барлық дүниеге жарамсызбын. Сөйлейін десем халім мүшкіл. Ендігі жерде мені тыңдайтын кім бар дейсің? Бір ғана айтарым, қош болыңдар. Жайсаңдарым, жақынымнан көрмеген жақсылықты осындағы мейірбекеден көрдім. Мен де адам баласымын. Жүрек тазалығын тәніме таң алмадым. Жалғанда жеткен жалғыз мұратым тарих беттеріне таңбаланған көңілсізде өрбіген өмірім деп ойға шомылып ол еріксіз егілді. Сол күні медбикелер дәлізден арлы-берлі жүгіріп кетті. Жетімнің жан сырын ұғына алмай, біраз уақыт таза ауаға шықтым. Қиналған мезетте қолынан ұстауға мұрша келтірмеген дерттің кеселі айтарлықтай ауыр еді. Күрсініспен табиғат аясында ұзақ демалып ішке келген бетім осы еді. Еден жуушы маған қарап, ақыры кетті деді. Мәңгілік сапарға аттанды. Соңғы күні қимылсыз жатыр дегенді естіген мен бір нүктеге қадалған күйі оның дертіне дауа жоқтығына көзім жетті. Ажал алдындағы дәрменсіз ғұмыр дәлізде қыздың денесін алып бара жатты. Ана өмірге аттанған ол жасы 40-қа да келместен мың түрлі қиындықпен күресіп, ақыры жеңілді. Қыз қайтқан түні аспанда қатты күрсінді. Көктем жаңа келгендей найзағай ойнап, түнгі қою қараңғылық тұмшаланған аспанды аяусыз тілгіледі. Бір кезде болар болмас жаңбыр себеледі. Тілсіз табиғаттың жетім қызбен қоштасқаны секілді.